Құрметті оқушылар, мен нөмірі 21-ші орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Дәрібаева Сағынкүл. Бүгінгі 5-ші сыныпта сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтанудың негіздері ас мәзірін әзірлеу. Сабағымыздың оқу мақсаты тиімді және дұрыс тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу, тиімді ас мәзірін құрастыру. Сабағымыздың шығармашылық міндеті дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру, шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс жасау. Балалар, толыққанды дұрыс тамақтану салауатты өмір салтының маңызды элементі. Тері, шаштың күйі, жүйелер мен мүшелердің қызметі жасушалардың дұрыс қызмет етуіне қажетті заттардан тұратын асты қабылдауға байланысты болады. Ақуыз, көмірсу, май, дәрумендер, минералды тұз сияқты нәрлі заттардан тұратын тағамдар тін мен жасушаның құрылыс материалы болып табылады. Балалар, әрі қарай бейнебаянды тамашалаймыз. Осы бейнебаянда берілген материалдарға байланысты тапсырмалар болады, сондықтан мұқият назар салып тыңдап отырыңыздар. Дәрумендер мен минералдардың керемет күші. Сәлем, мен Русланмын. А, Б, С, Д, Е, К латын әліпбиінің әріптері ғана емес, дәрумендердің де атаулары. Бұл организмге аса пайдалы және қажетті заттектер. Біз оларды тағамнан аламыз. А дәруменін өсумен көру дәрумені атауға болады. Себебі, ол арқылы сен жақсы өсесің. Ал көзін тамаша көреді. Б тобы дәрумендері Б1, Б2, Б3, Б6, Б7, Б9, Б12 бұл мидың сүйікті дәрумендері. Олар ақылды болуға көмектеседі. Тіпті күрделі ақпаратты да есте сақтауға көмектеседі. С дәруменін күшті иммунитет дәрумені деп атауға болады. Себебі ол арқылы сен аурулардан қорғанасың. Е дәрумені сені күшті және төзімді етеді. Д дәрумені К дәруменімен бірге сен сүйегінді мықты етеді және көптеген басқа маңызды қызметті орындайды. К дәрумені 40 қабатта, аштылған 40 қабатта, көкте, қиярда, қызанақта, құлпынайда, ірімшікте көп кездеседі. Д дәруменін алу үшін балық, жұмыртқа, сүт, айран және басқа сүт өнімдерін тұтыну қажет. Сонымен қатар күн сәулесінде көп серуендеу қажет. Себебі Д дәрумені күн сәулесінің әсерімен теріде түзіледі. Денсаулығын зор, күшті, ақылды және сымбатты болу үшін тағам арқылы дәрумендермен қатар минералды заттектерді де алу қажет. Мысалы, темір, кальций, йод, мырыш, магний және басқаларды. Кальций сүйектің мықты болу үшін, ал тістің тішеге ұшырамай сау болу үшін қажет. Кальций сүтте, сүзбеде және басқа сүт өнімдерінде көп мөлшерде кездеседі. Магний, мырыш, йод мидың жақсы жұмысы және иммунитет үшін маңызды. Сондай-ақ, йод қалқанша безінің жұмысы үшін аса маңызды. Йод теңіз балығында және басқа теңіз өнімдерінде көп мөлшерде болады. Магний қарақұмықта және басқа жармаларда, бананда, жаңғақтарда, қызанақтарда көп кездеседі. Мырыш асқабақ дәндерінде, қара жидекте, тауық етінде, үрме бұршақта және басқа бұршақ тұқымдастарда болады. Темірді алу үшін ет, жұмыртқа, жармалар, алма және басқа жемістерді жеу пайдалы. Темір арқылы организмнің әр жасушасына оттегі жеткізіледі. Осыған дейін мен атаған және көрсеткен өнімдерді пайдалы тағам деп атайды. Себебі бұл табиғи өнімдер, оларды табиғатта, бау-бақшада немесе фермада кездестіруге болады. Барлық пайдалы өнімдерде дәрумендер мен минералдар көп мөлшерде кездеседі. Бірақ пайдасыз тағам да болады. Бұл тағам өнеркәсібі, технологиясын көмегімен пайдалы тағамнан жасалатын өнімдер. Пайдасыз тағамға чипсілер, кәмпит,
печенье, тәтті пісірмелер, гамбургерлер, хот-догтар, сосискалар, шұжықтар, қант қосылған зауыттық сусындар жатады. Пайдасыз тағамда дәрумендер мен минералдар жоқ деп айтуға болады. Сондықтан оны тұтынбау қажет. Есінде ұста, дәрумендердің барлығы қажетті, минералдардың барлығы маңызды. Тек пайдалы тағамды тұтын. Көкөністер, жемістер, ботқа, балық, бұршақ тұқымдастар, тауық еті, сүт өнімдері. Сонда барлық дәрумендер мен минералдарды қажетті мөлшерде аласың. Дұрыс тамақтансаң, денсаулығың мықты, қуатың зор болады. Мінекей балалар, біз дәрумендер мен минералды тұздардың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін түсіндік. Және де адам ағзасына пайдалы және зиянды заттардың түрлерімен таныстық. Әрі қарай осыған байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: берілген дәрумендер мен минералды заттардың қай тағамда кездесетінін зерделеңіздер. Екінші тапсырма: денсаулыққа пайдалы және денсаулыққа зиянды тағамдарды сипаттайсыздар. Үшінші: оқулықты ашасыздар. 8-ші беттегі ас мәзірін құру тақырыбын оқисыздар. 80-ші беттегі тағамдардың энергетикалық құндылығы кестесін қарай отырып, таңғы, түскі, кешкі астың құнарлығы мен салмағын сәйкестендіре отырып, ас мәзірін құрасыздар. Балалар, жауаптарыңызды күтемін. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.